Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл дүниеде жақсы көрген жандардың алтыншысы бұл Омар радиаллаху анху. Хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтады: Омардың екі көзінің ортасында, маңдайында періштесі бар. Ол періште Омардың әрбір айтқан сөзін, ойлаған ойын туралап тұрады, дұрыстап тұрады деп айтқан екен. Басқа бір риwаяттарда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омар жүрген жолменен шайтан жүрмейді деп айтты дейді. Бәлкім мұның баршасы Омарға деген, Омардың Аллаға деген тақуалығынан. Құрметті мұсылман бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омарды жақсы көргендігі соншалықты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтіп бара жатқан кезде Омардан разы болып дүниеден өткен екен. Хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омар радиаллаху анхуды Фаруқ деп атаған екен. Фаруқ деген сөз, яғни ақиқат пенен жалғанның ортасын бөліп тұрушы деген мағынаны білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омарды жақсы көргендігі соншалықты оның әділеттілігіне, оның тақуалығына қатты разы болатын. Бәлкім Омар радиаллаху анху дініміздегі көптеген үкімдердің түсуіне себепкер болған сахаба кісі. Хиджабтың парыз болуы және де азанның көктен бізге түсуі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам алғашқы уақытта Меккеден Мединеге көшіп келген кезде сахабаларды намазға жинаған кезде қалай жинасам екен, оларды қалай намазға, жамағат намазына шақырсам екен деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда уайым болды. Өйткені алғашқы намаз парыз болған уақытта азан деген нәрсе болмайтын еді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам армандаған екен, Алла тараптан біздерге бір үкім түссе екен, бір шақыру түссе екен деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үміттенетін. Сонда әртүрлі кісілер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп: "Я Расулалла, мүмкін қоңырау алармыз, намаз уақыттары келген кезде қоңырау қағармыз" деп айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жоқ, олай болмайды. Өйткені қоңырау бұл насранилардікі" деп айтты дейді. Сонда бір кісілер келіп: "Я Алланың елшісі, мүмкін мүйізбенен шақырармыз, мүйізге үрлейтін шығармыз" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Жоқ, ол яһудилердің амалы" деп айтты дейді. Сонда бір күні Омар радиаллаху анху түс көрді дейді. Түсінде көктен періште түсіп, мына бір сөздерді қайталады дейді: "Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ашхаду ан ла илаха иллаллах" деген азанның сөздерін қайталады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Міне осы сөздерді намазға деген шақыру қылыңдар" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырған екен. Келесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жетінші бұл дүниеде жақсы көргені бұл Осман радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Осман радиаллаху анхуды қатты жақсы көргендігі соншалықты былай деп айтады: "Жәннатта әрбір кісінің өзінің көршісі болады. Ал жәннаттағы менің көршім, менің досым бұл Осман радиаллаху анху" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сипаттаған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Османды жақсы көргендігі соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Османға екі қызын берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам риwаяттарда бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйінде жатқан кезде жамбастап жатқан еді дейді. Және балтырын ашып салқындап жатқан еді дейді. Бір кезде есікті қағып Абу Бакр радиаллаху анху келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрге сәлеміне жауап беріп, сол халінде қимылдамай жатты. Сәлден кейін Омар радиаллаху анху келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Омар келгенде де қимылдамай жатқан екен. Бір кезде Осман келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орнынан тұрып, балтырын жауып, тік отырды дейді. Сонда сахабалар: "Я Алланың елшісі, Абу Бакр келгенде, Омар келгенде еш қимылдамадыңыз Алланың елшісі. Неге Осман кірген кезде орныңыздан тұрып, дұрыстап отырдыңыз? Неге балтырыңызды жаптыңыз?" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Періштелер ұялған адамнан мен қалай ұялмасқа" деп айтты дейді. Абдулла ибн Омар радиаллаху анхумадан жеткен хадисте сахаба кісі былай деп айтады: Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көзі тіріс уақытында біздер сахабалардың дәрежелерін бөлетін едік дейді. Ең бірінші сахабалардың ішіндегі деңгейі жоғары тұратын бұл Абу Бакр деп айтатын едік дейді. Екіншісі Омар деп айтатын едік дейді. Үшіншісі Осман деп айтатын едік дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздердің осы бір сөзімізді еститін еді да, фәлә юнкирху, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы бір сөзімізге қарсы келіп, олай айтпаңдар деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біздерге айтпайтын еді дейді. Бәлкім осы бір сөзімізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құптайтын еді дейді. Демек Осман радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы көрген адамдардың ішіндегі үшінші деңгейде тұратын сахаба кісі екен. Алла білуші әрі үстем. Ва ахир дa'wana анил хамдулиллахи раббил аламин.